Жарқыраған қарбыз 11 бөлім. Ингелді іздеп жүрген кез. Олардың достары алмасын жеп келе жатып, басқа балалардың бір оқушы баланы ұрып жатқанын көріп қалады. Сосын жүгіріп барып көмектеседі. Төбелесіп жатқанда біреуі кеп басынан бір соғады. Сосын сол баланы ұстап, оны да ұрып соғады. Содан олардан сұрайды: менің вокалистімді ұрып кеткен сендер ме дейді. Қандай вокалист десе, міне мына хабарландырудағы баланы іздеп жүрген жігітті ұрып соғып кетіпсіңдер ғой, менің тобымдағы жігіттерге тиіспеңдер, түсіндіңдер ма дейді. Сосын ол жігіт айтады: сен немене, әнші болғансың ба дейді. Сосын ол: иә, менің топтағы балаларыма тиіспеңдер, себебі оларға бірдеңе болса концерт болмайды, сосын мен өзімнің жанкүйерлерімнен айырылып қаламын дейді. Солай кетіп бара жатқанда сол жердегі жігіт айтады: Донжун түрмеден шықты, түнде жүргенде байқап жүр, артынан кеп пышақ соқпасын дейді. Осылай олар тарап кетеді. Содан дос баласының ауруханадағы жүрген сәтін көрсетеді, яғни ол бұрында бандиттің оң қолы болған екен. Содан түрмеде жатқан бандитті көрсетеді. Ол мені сатып кеткен адамдарды еш уақытта кешірмеймін, мен міндетті түрде олардың кегі аламын деп айтқан сөзін көрсетеді. Содан дос баласының ауруханаға Литянды көруге келген сәтін көрсетеді. Әрі қарай Моджо деген достарының футболканы дайындап әкеліп балаларға беріп киіңдер деген сәтін көреміз. Және сол сәтте Чона мен Сөген де кіріп келе қалады. Қыздар олардың жартылай шешініп, жартылай киініп тұрған сәтін көріп: ұялмайсыңдар ма, тезірек киініңдер дейді. Әрі қарай олардың гитарада ән айтып, ал Сөген болса оларды фотоға түсіріп, қызықты көңілді сәттерді өткізіп жатқан уақытын көрсетеді. Осылайша табиғат аясында фотоға түсіп жатқан сәтте Чона Личанның шашын дұрыстап, оған қарап тамсанып тұрған сәтін Ингел көріп қалады. Сол уақытта оны Сөген фотоға түсіріп жатқан еді. Оны байқап қойған Ингел оған қарап жымияды. Әрі қарай бізге жігіттердің әдем болып киініп келіп мектепке билет таратып жатқан сәтін көрсетеді. Ал қыздар болса Сөгеннен: сен концертке барасың ба, кімді таңдайтын болдың, бізге айтшы деп сұрап жатады. Білмеймін, кімді таңдасам екен, ойланып жатырмын дейді. Сонда бір қыз айтады: сен Личанды таңдашы, бізге Ингелді қалдаршы, ол бізге ортақ жәдігер болып қалсын дейді. Сонда қалай десе, сен бәрін өзіңе алып кете берме, Ингелді ең болмағанда бізге қалдаршы деп сөйлеп жатқан уақытта Ингелдің балалармен баскетбол ойнап жатып жеңіп жатқан сәтін көреміз. Және де қыздардың бәрі оны көріп қойып жүгіріп барып кеткенде оны Сөген қызғанып қалады. Содан Ингелдің тамақ жейін деп отқан сәтте Сөген келіп қалады. Сосын ол айтады: менің қалай ойнағанымды көрдің ба дейді, ұнады ма саған деп. Сосын қыз айтады: иә, көрдім дейді. Сосын мен негізінде спортқа жақынмын, ағамен бірге жаттықтырып таэквондоны үйренгенмін, маған сол жерде қалсын деп айтқан еді, бірақ мен ол жерде қалмадым дейді. Қыз болса айтады: сен осы немене кез келген затқа қуана бересің, күшік сияқты құйрығыңды қимылдатып дейді. Сосын түсінбей қалады жігіт: мен не дедім, не бүлдіріп қойдым деп. Қыз айтады: көп сөйлеме, сен дайындал, 2-ақ күн қалды ғой концертке, одан да дайындалсаңшы деп тұрып кетіп бара жатқан кезінде Ингел бір тамақты аузына сала берген кезде: су, ащы дейді. Сосын қыз жүгіріп кеп: не болып қалды, кәні қалай, ащы ма шынымен де деп тексеріп көрсе, ащы болмай шығады. Сосын одан ол Ингелға ұрсады: немене, жай кішкентай бала жейтін тамақтың өзін жей алмай отырсың, ащы деп айқайлап ұрсып береді. Оны түсінбеген Ингел: неге олай ашуланып жатыр, мен тағы да бірдеңе бүлдірдім ба дейді. Ал қыз болса түсінбей: немене ол, мен анам алғашқы махаббатым емес, мен өзімнің алғашқы махаббатымды іздеп жүрмін ба, не істеп кеттім мен өзі, басым қатып кетті ғой, ол қалайша ащы нәрсе жей алмайды деп жынданады. Содан Моджо жігіттерге келіп концертке дайындық ертең сағат 3-те болатын, және де оған кешікпей міндетті түрде келу керектігін айтады. Және де жарық, барлық дыбысты шығаратын аспаптарды тексерістен өткізу керектігін айтады. Сосын жігіттер: сен көп сөйлеп кеттің деген кезінде: онда мен жалғыз өзім бір жерге бара берейін дейді. Қайда, не болды десе, біздің ең алғашқы жанкүйеріміз бізді ет жеуге шақырды дейді. Онда мен өзім жалғыз өзім кете беремін десе, жігіттер: жоқ, тоқтай тұр, неге олай істейсің, бәріміз бірге барамыз деп олардың бәрі бірлесіп шығып кеткен сәтін көрсетеді. Одан әрі қарай алғашқы жанкүйерлері ол гитара сататын дүкеннің иесі болып шығады. Ол оларға ет пісіріп береді. Қарбыз қантының жаңа бастамасына қарай кішкене жүрек жалғабаса қалай қарайсыңдар, тамақ ішейік дейді. Содан бәрі отырып тамақ ішіп отқан сәтте сахнаның сыртында болсын талмай еңбек етіп жүрген Моджоға бүгін ерекше ет пісірдім, бұл халал дейді. Сосын рахмет деп Моджо жеп жатқан уақытта: сен сахнаға шықпағаныңа өкінбейсің бе десе, жоқ, мен көмектесіп жүрмін, менің әкем
сатушы болғандықтан адамдармен ақылдасып сөйлесіп келісімшартқа отырған маған ұнайды. Сол уақытта онда сен продюсер болсаң болады екен ғой. Шет елдерде ондай адамдарға көп төлейді ақша, және де ондай адамдар тапшы, барлығына керек жандар дейді. Ол қалай сонда десе, сен жалынды жастарды жинайсың да, сосын оны басқаларға таныстырып, оларға көмектесіп, ақша, қаржы жағын бәрін басқарып, бірлесіп көтерілесіңдер, жұмыс жасайсыңдар дейді. Бұл деген жақсы екен ғой, онда бір студия ашып алуға болады екен ғой деп күледі. Иә, онда сен болса, оны MJ деп атасай деп Ингел айтады. MJ өте жақсы естіледі екен. Иә, MJ деген бұл сенің бас әріптерің Маджо дегенді білдіреді дейді. Сен Йонжонмен жұмыс істесең жоғарыға көтерілесің деп айтады сатушы. Оны естіп қалған Ингел ойланып қалады. Йонжонның көтерілуіне себеп болған Маджо болған деп кезінде достарымен сөйлескенде интервью бергенін көрген еді. Сол уақытты есіне алады. Йонжон айтқан еді, топтағы бір қатысушы, топтың жігіті бір апатқа ұшырап, содан мүгедек болып қалғандығын есіне түседі тағыны, ертерек бұның алдын алу керек деп ойланады. Содан сұрайды, ол апат қай уақытта болғаныңыз есінде ме дейді. Сонда Йонжон айтады, иә, мамыр айы 1995 жылы концерттен алдын дайындық сәтінде болған еді бұл апат дейді. Сосын Ингел ойланады, 1995 жылы мамыр айында дайындық кезінде болса, ол топ мүшесі менің әкем болса же, онда мен тезірек бұл уақиғаның алдын алуым керекпін деп Ингел жүгіріп кетіп қалады. Содан оның мектепте жүгіріп келіп, телефонды алып, қайдасың, неге жауап бермейсің, не істеймін, мен қалай құтқарамын деп сұрап, жаңағы бұрынғы дүкен сатушысының көмек сұрап жатқан сәтін және де оның жылап тұрғанын көрсетеді. Содан кешкісін жігіттердің үйге оралып жатқан сәтін көрсетеді. Сол уақытта дос баласы бірдеңе сезгендей, мен бірінші болып үйге қайтамын, жарайды, ертең кездескенше деп кетіп қалады. Содан Личан айтады, мен де үйге барайын дейді. Жігіттер, не болды, сен қайда асығасың десе, концертке сегін келеді ғой, мен соған әдем болып көрінгім келеді, ол үшін маған көп ұйықтау керек, бетіне күтім жасауым керекпін дейді. Оны естіген жігіттер ойланып қалып, бізге де солай істеу керек екен ғой дейді. Жаңағы дос баласының Доджин жақында мерзімінен ерте босап, түрмеден шығады дегенін естеді тағыны, түнде жүргенде байқап жүр деген есіне түсіп, артында біреудің іздеп келе жатқанын, аңдып келе жатқанын байқап қалып, сосын ол баланы ұстап алады. Ал бұл болса алдында бандиттерден құтқарып қалған бала еді. Сосын ол айтады, мен не істеп жүрсің деген кезде, мен сізге рахметімді айтайын деп келген едім, сол үшін сіздің артыңыздан келе жатыр едім дейді. Сосын жарайды деп оны жібереді. Ал бірақ негізінде оның артынан жаңағы түрмеден шыққан жігіттің қарап тұрғанын көрсетеді. Содан Ингелдің Личанның алдынан жүгіріп шығып, Личан, саған бір өтінішім бар дейді. Не болды, айтсаңшы дейді. Ертеңгі дайындыққа екеуміз бармай қояйықшы, өтініш дейді. Содан Личан айтады, сен неге үнемі осылай істейсің, артқа қарай тартасың, бірдеңеге болайын десе бәрін құртасың дейді. Өтініш, бармай қояқшы, бармасақ та концерт өте күшті өтеді, саған уәде беремін дейді. Бұл топ жай ғана қыздарды қарату үшін ғана құрылған ғой, біз кәсіби маман емеспіз ғой дейді. Сосын Личан жынданады, сен аузыңа қарап сөйле, не деп тұрсың деп. Жарайды дейді, өзіңді бас, тек мені бір күн тыңдашы, бір күн ғана дайындыққа бармай қояқшы, бәрі жақсы болады, өтініш дейді. Сен осы әрдеңені айтып миымды жеп, менің жолымды жауа берме дейді. Сосын Личан айтады, сен біздің топқа бұрыннан сенбейтінсің, сен адал, пәк, өте жақсы болып көрінгенмен, бұл жерде бір гәп барын білемін, бірақ сен маған оны айтпайсың. Бірақ ол жайында мен де сенен сұраған жоқпын, себебі мен топтың басқа жігіттері біздің ұрысымыздан зардап шеккендерін қалаған жоқпын дейді. Бірақ жай ғана бәрін қоя салдым, ал сен болсаң соны құртқың келіп жатыр ғой дейді. Сосын Ингел айтады, Личан, өтініш дейді. Сосын жоқ, сен бармасаң бармай қой, мен барамын деп Личан кетіп қалады. Сөйтіп есігін жауып алады. Ингел кіре алмай, сосын әрі қарай не істесем екен деп ойланады. Содан Сегенді көрсетеді. Мен неге анаммен жасты жігітке ғашық болып жүрмін? Ол қазіргі уақытта картиіп, шашы түсіп, қарны шығып, шал болып жүрген шығар дейді. Сол кезде есікті біреу қағады. Барып, кім бұл деп сұраса, Ингел менмін дейді. Содан қыз жүгіріп барып боянып, әдем болып шығады. Оны көріп Ингел оның әдемілігіне тағы да тамсанып қалады. Мазаңдалғаным үшін кешір, саған бір өтінішім бар еді дейді. Сосын қыз айтады, сен құрғылы келдің ба, бірдеңе алып келгенде сол кезде сөйлесетін едім дейді. Сосын теріс қарап енді кете берген кезінде Ингел айтады, маған
көмектесші, сенің көмегің қажет дейді. Тек сен көмектесе аласың, жалынам дейді. Содан таңертеңмен Личаның ұйықтап жатқан сәтінде көрген түсін көрсетеді. Ол жерде ол концертте ән айтып, және де оған сүйген келеді, және де екеуміздің қайсысын таңдайсың деген кезінде ол Личанды таңдап, мен сені таңдаймын деп құлағына кеп сыбырлап, тұтқаны ал деп айтады. Негізінде бұл түс еді, және де ол ұйқысынан оянып тұтқаны алады. Ар жағында сүйген сәлем, қалайсың, ерте мазалаған жоқпын ба деп сөйлейді. Не болды, таң атпай неге хабарластың? Негізі менде бір қиындықтар туып қалды. Не болды, ауырып қалдың ба? Жоқ, бәрі жақсы, тек сенің сымбатыңды бір фотомен бере алмаймыз деп ойланып отырған едім. Құдайыма, қорқыттың ғой, сүйген ештеңе етпейді, бастысы өмірде сымбаттымын ғой. Білем, бірақ қайта істеп біреуін өзіме сақтап қояйын деп едім дейді. Оны естіген Личан қуана келіседі. Шын ба, мен сені келіспейді деп ойлаған едім. Жақсы болды ғой, айтпақшы, бүгін сабаққа бармай қойсаң бола ма, бүгін түсірейін деп едім дейді. Әрине, бір күн қалса мектеп қирап қалмайтын шығар. Бірақ бүгін бізде деп айтқанда, иә, білемін, дайындықтарың бар, үлгеретініңе сенімдімін дейді. Солай ма, келістік, қайда кездесемін, сені қайда күтейін дейді. Содан Личаның бір аралдан екінші аралға кетіп бара жатқан сәтін көрсетеміз. Келіп жеткен уақытта жаңағы түсіп жатқан жерінде әжейге сумкасына көтеріп көмектесіп, Личаның өте әдепті және де мейірімді бала екенін бізге көрсетеді. Содан діттелген жерге жетіп келіп, сүйген қайдасың, мен келдім деп айқайлап тұрған сәт. Ал бұл уақытта сүйгеннің мектепте сабақта отырған көрсетеді. Ол өзінің қолындағы екі билетке қарап, кешегі болған сәтті есіне алады. Кешегі әңгіме барысында не болды, шығындыңды айт, бірдеңе болып қалды ма деп сұрайды. Маған тек өтірік айтушы болма, маған шындығыңды айт дейді. Сосын өтінемін, бір рет көмектесші деген кезде, жарайды, сенің жанкештігіңді, асығыстығыңды бәрін көріп тұрмын, саған көмектесем деп шешім қабылдаймын. Себебі сен айтқансың, біреуге айта алмайтын кейбір сөздер болады, сырлар болады. Ол жағдайды мен де түсінемін, сол үшін саған көмектесемін, тек бір шартым бар дейді. Бергеннен кейін алу керек, яғни алыс-беріс балансын сақтауымыз керекпіз. Мен саған көмек берсем, сен маған не бере аласың дейді. Қалағаныңды беремін, айта ғой дейді. Сосын менде бір емес екі зат дейді. Иә, барынша тырысам дейді Ингел. Сонда сүйгені айтады. Біріншісі, сен айта алмайтын сыр, уақыты келгенде маған бәрін айтып бересің, келістік пе дейді. Иә дейді. Ал екіншісі, ертең бірге кино көруге барайық дейді. Сосын Ингел мәз болып, ертең кола мен попкорн жейміз онда. Содан ишара тілін үйреніп отырған Чонаны көрсетеді. Ол тек қана үйреніп қана қоймай, Личанды есіне алып отырған сәтінде сүйген келіп қалады. Неге жалғыз отсың, қалғандары қайда дейді. Сонда ол тақтаға жазып кеткенін көрсетеді. Ол жерде үшінші сабақ басқа кабинетте болып жатқандығы жазылып тұрған еді. Содан Чона фестивальда кімді таңдайсың деп жазып көрсетеді. Сүйген болса, не болды, сен не бас тігіп едің дейді. Қыз иә дейді. Шынымен бе, кімге дейді. Сосын қыз құпия дейді. Сосын сүйген, мен оқуға кетпес бұрын маған қаттырақ кім ұнайтын еді деп жазады. Чона түсінбей қарап қалады. Сосын қыз айтады, мен жай басқа адамдардың ойын білгім келеді, сен қалай ойлайсың, мен шетелге кетпес бұрын кімді таңдайтын едің дейді. Халичанды ма, әлде Хангөлді ме деп сұраған кезінде Чона Хангөл деп жазып береді. Оны көріп сүйген жымиып қалады. Содан сүйгенді күтіп тұрған Личанға артында Ингел келіп тұрғанын көрсетеді. Сен мұнда не істеп жүрсің дейді. Мен сүйгеннің сені осында шақыруын сұрадым дейді. Демек сен сүйгенді өтірік айтқыздырдың ғой, иә дейді. Демек сен сүйгенді пайдаланып мені басқардың ба дейді. Неге олай шектен шығасың деп Личан жынданады. Сол кезде Ингел, себебі мен дайындықты тоқтатуым керекпін дейді. Не десе, саған қанша рет жалынсам да көндіре алмадым, содан басым істемей қалды дейді. Оңбаған жынды, мен кеттім дейді. Кету үшін 6-ға дейін күтуің керек болады, кеме тек 6-да келеді дейді. Қалай ойлайсың, сені аралға неге шақырттым дейді. Сонда Личан, қап, сен мені оңай беріле салады деп ойлайсың ба дейді. Қалай болсын кетемін деп сөйлеп жатқан уақытта Ингел отырып тізесін бүгіп кетпеші дейді. Сосын Личан айтады, қалай ғана оңай ғана жығыла салуға болады дейді. Тұрғане, орнынан тұр деп ұрсады. Сол уақытта Ингел айтады, мен алдын алғым келетін бір апат бар. Бір үміт отын көрдім, сол отты өшіріп алмауым керек. Бірдеңе істеуім керек дейді. Сол уақытта Личан жынданып, сен басың істемейтін ақымақсың, мен көнбесем жай ғана қоя салмайсың ба, ұмыта салмайсың ба дейді. Сонда Ингел орнынан тұрып, мен болашақтан келдім, сен маған сенесің бе дейді. Мен сенің болашақ ұлыңмын, сен менің әкемсің, сен бұған сенесің бе дейді. Сонда Личан, сен не роман жазып жатсың ба дейді. Сол уақытта Ингел, мен
Мен сенің болашағыңды білем, мен оны өзгерткім келеді, сен бұған сене аласың ба дейді. Сонда Ингел бүгінгі дайындықта сенімен бір жазатайым уақиға болады, сенің өмірің түбегейлі өзгереді, мен сол уақиғаның алдын алғым келеді дейді. Бұл күлкілі емес, доғар дейді Личан. Сонда Ингел, егер сені құтқарсам, тек сенің емес, менің де өмірім өзгереді дейді. Доғар дедім ғой, күлкілі емес деп айқайлағанда Ингелді айқайлайды, мен жалғызсырадым. Менің отбасым бір әлемде менімен өмір сүргендей болды, бірақ мен өзім басқа әлемде жүргендей болдым. Мен үнемі жалғызсырайтынмын, бірақ сенің әлеміңде өмір сүру мүмкіндігі туды дейді. Сол мүмкіндікті жіберіп алғым келмейді. Мен музыкамен сенімен бірге айналысқым келеді, сен менің музыкамды естігеніңді қалаймын дейді. Мен өзімді бұл үшін кешіремін дейді. Сонда Личан айтады, кешір, мен бірақ бұндай роман оқымаймын, оқығым келмейді дейді. Менің бұндайға уақытым жоқ, мен кеттім деп кетіп бара жатқан уақытта Ингел, кетсең мен өзімді суға тастаймын дейді. Не істесең оны істе, маған бәрібір деп кетіп бара жатқан сәтте Ингел шынымен де суға секіріп кетеді. Оны көрген Личан артынан барып секіреді. Мен сені естімейтін шығармын, бірақ көремін деп Ингелдің әкесімен сөйлескен сәті, яғни кішкентай кезіндегі болған уақиға есіне түседі. Су перісі жер бетіне шығу үшін даусынан айырылып екі аяққа ие болды. Ал мен болсам, даусымнан айырылғаныммен Құдай маған үшінші көз берді дейді. Және де ол міне дәлел мына шырам деп шырамын көрсетеді. Ал қазіргі сәтте ол шырам Личанда жоқ еді. Содан топтағы жігіттерді қуып шығарып салып жатқан сәтін көрсетеді. Яғни басқа жігіттер келмегендіктен бұл жерде дайындалуға болмайды, кетіңдер деп жатқан еді. Сол уақытта Маджо келіп қалады. Мен Личамен сөйлестім, олар келе алмайды деп айтады. Дайындық болмайды, қайтамыз дейді. Сол уақытта ілініп тұрған жарықтар сахнаға құлап түседі. Оны көрген жігіттер үндемей тұрып қалады. Содан Ингел мен Личанды көрсетеді. Личан Ингелға жылы су алып келеді. Бұлай отыра берсең ауырып қаласың, міне жылы су алып келдім, ішіп ал дейді. Рас па, мен сені кетіп қалды деп ойласам, десе мен саған дүкенге кіріп шығамын деп айттым ғой дейді. Сені балықшының қайығына отырып кетіп қалды деп ойласам дейді Ингел. Личан болса, Маджоға хабарласып дайындыққа келе алмаймыз дедім дейді. Сонда Ингел үндемей қалады. Сонда Личан, көңілің тоқ па, енді бәрі жақсы ма дейді. Сол сәтте Ингел жылап жібереді. Личан болса түсінбей, не болды, ауырып тұрсың ба дейді. Ал Ингел болса оны құшақтап әрі қарай жылай береді. Содан кеш болып екеуінің кері қайтып жатқанын көрсетеді. Сол кезде Личан Ингелдің мен сенің ұлыңмын, болашақтан келдім деген сөзін есіне алып жынды десе деп қояды. Сосын кешке қарай олардың үйіне келе жатқан көрсетеді. Бүгін мен сенің үйіңде қонамын, саған гитарада ойнаудың керемет тәсілдерін үйрететін боламын деп Ингел айтады. Сонда Личан, ондай болса, сүйген мені таңдаса, сен жаңағыдай жылайтын боласың ғой дейді. Солай сөйлесіп тұрған сәтте Ингел сүйгенге кездесуге уәде берген есіне түсіп кетіп, сосын кездесеміз деп кетіп қалады. Содан Личан үйге өзі кіріп келеді, ал достары болса оны күтіп отырған еді. Содан олардың тамақтанып отырғанын көріп, Личан келіп қастарына отырады. Сол кезде Маджо айтады, не істедіңдер Ингел екеуің дейді. Личан жай ғана сөйлестік дейді. Сосын айтады, сендер неге бұлай отырсыңдар, бас вокалист дайындыққа келмеді деп есіктен кіріп келгеннен маған шабуыл жасайтын едіңдер ғой, неге тыныш отырсыңдар дейді. Әлде әжемнің тамағын ұнатып жеп тыныш отырсыңдар ма дейді. Сол уақытта бір дос баласы, жоқ, біз әл жинап отырмыз, енді мен сенің жаныңды шығарамын деп тұрып, оған бәрі жабылып кетеді. Сол уақытта әжесі шығып, не істеп отырсыңдар, мен сендерге тамақ істеп берсем, сендердің бұларың не, тыныш отырып жемейсіңдер ма деп ұрсады. Сосын әжесі Личанға тамақ беріп, мына тамақты Субинге алып барып бер дейді. Сонда Личан айтады, неге бұл тамақты мен апарым керекпін, менің маңызы жасайтын басқа да жұмыстарым көп қой дейді. Сол кезде әжесі, қандай маңызы жұмыс, бір тамақты алып бере алмайсың ба, онда өзім алып барып беремін дейді. Оқудың орнына қайдағы музыкамен айналысып, соны маңызды істеп отырсың ба, сенен түк қайыр жоқ деп әжесі үйге кіріп кете бара жатқанда бір досы Личаннан сұрайды, ол Субин деген кім, қыз ба дейді. Сол кезде Личан, ол әжемен бірге өскен ер кісі, ол Сеулдан келген, бірақ қазір біздің мектепте күзетші болып істейді, оған әжем қарап көмектесіп жүреді дейді. Сол сәтте бәрі бір-біріне қарап бірдеңе түсінгендей әже деп айқайлайды. Әрі қарай Ингел жүгіріп сүйгеннің үйіне жете бергенде, сүйген де үйінен шыға келеді. Ол әдеміленіп сәнденіп шыққан еді. Оны көрген Ингел одан әрі ғашық бола бастайды және де оның әдемілігіне тамсанып қарайды. Сен келдің бе, кеттік пе деп сүйген айтады. Сонда Ингел айтады, бояныпсың ғой, әдем болып кетіпсің дейді. Әзілдегеніңе қарағанда бәрі жақсы өткен сияқты дейді. Сонда Ингел, мен саған қарыздармын, рахмет, бұл жақсылығыңды ешқашан ұмытпаймын дейді.
Сенен балықтың есі шығып тұр ғой дейді. Мен киімімді ауыстырып үлгермедім, барып киім ауыстырайын дегенде, жоқ, жүр өзім алып берем саған деп қыз қолынан ертіп алып кете бара жатқанда Ингөл айтады, біз 2 метр ара қашықтықты сақтау керекпіз ғой дейді. Сонда қыз айтады, дәл қазір бұл маңызды емес, кеттік деген кезінде Ингөл оның қолынан ұстап екеуі бірге кетеді. Содан Личан өзінің достарымен бірге жаңағы күзетшіге тамақпен бірге сыра қоса алып келеді. Әрі қарай олардың дайындалу үшін концерт бөлмесіне келіп, сол жерде дайындықтың бастап кеткен сәтін көрсетеді. Ал бұл сәтте түрмеден шыққан жігіттің жаңағы оқушы балаға, сен маған көмектесемін деген едің ғой, сен не істедің, оларға бәрін айтып бердің ба дейді. Сосын жоқ, мен сіз айтқандай бәрін істедім, ілініп тұрған шамдардың жіптерін босатып қойдым дейді. Онда неге олар дайындыққа келмей қалды, неге олар зақым алмады дейді. Олар өздері дайындықты кейінге қалдырды, мен сіздің айтқаныңыздай істедім дейді. Саған айтпап па едім, мені сатқан адамдарды мен кешірмеймін деп. Сол сәтте жаңағы бандит жігіттер жүгіріп келіп, әлгі омағыңдар дайындалып жатыр, мектепке бара жатқан көріп аңдаған едім, жаңағы концерт өтетін жерде дайындалып жатыр дейді. Тозаққа өз аяқтарымен түскен екен ғой деп кетіп бара жатқанын көрсетеді. Байдың қызы ретінде талғамың онша емес екен. Не кальмар ойындарын есіме түсіреді деп айтқан Сөгеннің сөзіне, кальмар ойыны 1995 жылы әлі шықпаған еді ғой деп түсінбей қарап қалады. Сол кезде Сөген, дәретханаға бармайтын ба едің, мен қазір барып келейін, басталмай жатып дейді. Бұл 95 жылдың әзілі ме деп түсінбей тұрғанда оған қоңырау соғып хабарласады. Ол Личан еді. Біз дайындыққа мектепке келді, хабарламаны естісең, тез мектепке кел деп айтқан еді. Оны естіген Ингөл Сөгенді тастап жүгіріп кетеді. Бұл не болды екен, маңдайға жазылған нәрсені білдіре ме екен? Не болса да мен бұл тоқтатуым керекпін деп жүгіріп бара жатқан Ингөлді көрсетеді. Хонил, сенің ағаларың келіп қалды деп бандиттер бір топ болып кіріп келеді. Сосын басқа жігіттер, сен бұларды танисың ба деп сұрап қалғанда үндемей қарап тұрады. Ал бандиттер болса, саған арналған сыйлығым бар еді, қалайсың дейді. Содан ол құтқарып қалған оқушыны итеріп жіберіп көрсетеді. Бұл бала сендерге кедергі жасады деп естім, неге сен айтқанды тыңдамайсың деп жаңағы баланың басынан сипап қояды. Сатқындықты сезіну қалай екен? Біреуді сатқан міне осындай болады деп айтады бандит. Сол кезде жаңағы жігіт, қаласаң менімен төбелес, қалғандарына тиіспе, олардың кінәсі жоқ дейді. Ал Донжон болса, бәрінің сазайын беріңдер деп айтып кетеді. Содан төбелес басталып кетеді. Ал жүгіріп келе жатқан Ингөлді бір машина байқаусызда соғып қалады. Сосын Ингөл орнынан әрең тұрып, тұра алмай қайтып құлаған сәтін көрсетеді. Содан төбелес барысында Личанның басына ағашпен жаңағы Донжон деген жігіт келіп бір соғады. Сол кезде Личанның Ингөлдің оған айтқан сөздерін есіне алады. Оның айтқан бүгінгі күні құтқару керектігі, ешқайда шықпау керектігі деген осы мекен дейді. Сосын жаңағы Донжон деген жігіт, байқау керек еді, өздерің тіленіп алдыңдар деп екінші рет соға бере кезде Ингөл жүгіріп келіп тоқтатып қалады. Личанға тиіспеңдер, оңбағандар деп төбелеседі. Сол кезде жаңа оқушы жігіт, полицейлер келді деп айтады. Сосын қалғандар кетті, қашайық деп қашып кетеді. Содан жерде жатқан Личанды тұрғызып, Личан, көзіңді ашы, есіңді жи, мені естіп тұрсың ба деп Ингөл сұрайды. Личан үн қатпаған соң Ингөл айқайлайды, жауап бер, мені естіп тұрсың ба дейді. Сол кезде Личан, неге сонша айқайлайсың дейді. Содан Ингөл, сен мен даусымды естіп тұрсың ба дейді. Личан иә дегенде басын изейді. Содан ол оны құшақтап жоғарыдағы тұрған сағатқа қарайды. Сағат 12:00 еді. Сонда Ингөл қолынан келді деп Личанды құшақтап жылайды. Осылай 11-ші бөлімнің соңы аяқталады. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.